Hayırlı gün. Şaşmadan bilmiyoruz. Ne oldu? Aslında жүк жатып қалсаң өйстіп осындай болады. Ал, істедің ба? Иә. Мен негізі бүгін андай видео салайын деп ойладым ше. Ура, бүгін екеуін сәлеге алып бара жатырмын деп ше. Но бірақ біздің дегеніміз емес, алаң деген алады. Қызым алып қалды. Бірінші рет сәлеге апарам деп едім. Білмеймін, температура тиіп соны қазір больницаға апарам. Қазір ұлты сәлеге алып бара жатырмын. Сол бүгінгі күніміз осылай басталды негізі. Бүгінгі планы басқа пландар еді, но бірақ өзгерді. Көреміз, қазір больницаға барып көремін. Сол бүгінгі күндеріміз сәтті өтсін. Деп осылай бүгінгі күнімді солай бастап едім, но бірақ бүгін мен үшін неудачный день болды деймін ба. Бүгін үйде я свет жоқ, я су жоқ, я телефонның зарядкасы жоқ. Телефоннан вообще андай телефонға ауру болып қалған ғой, телефонға қайта қарай беремше, зарядкасы жоқ болса да ішінде зарядкасы жоқ, телефон өшіп қалған ғой еще. Солай бүгін мен негізі қызымды садикке апарам деп бүгін қуанышты хабармен сіздермен бөлісем деп ойлап едім, но бірақ біздің дегеніміз емес, біздің дегеніміз болмайды әрине. Бірақ түнімен қызым ауырып, сомен садикке апармай қойдым. Негізі бүгіннен бастап садикпен апайларына айтып, бүгіннен бастап апарам деп ойлағам, но бірақ болмай қалды. Солай бүгін қызымды больницаға апарып, солай анау-мынау үйдің тірліктерін кәдімгідей сіздерге түсірейін десем, телефонның зарядкасы жоқ. В общем, кешкі сағат 6-ға дейін свет болған жоқ. Солай больницаға барып келіп, бүгін қызымның жағдайын қараумен болдым. Мен кәдімгідей ауру болып қалған ғой, сіздерге бір видео салмасам, неге ертең видео салмады деп сұрайды деп ше, кәдімгідей қой деп, түнгі сағат 2-3 болса да менде уже әдет болып кеткен, 2-3-те жатам деп. Сол әдетті дұрыстау керек болып жатыр. Білмеймін, қалай дұрыстайсам болады екен. Осы жаңа ғана қызымды ұйықтатып болып ұйқым келіп тұрса да, но бірақ қой деп жаттығуым жасауым керек деп душыма түсіп алып жаттығуымды жасап, әдеттегідей армандар картасын жүзеге асырдым. Бала ауырса өзіңнің жаның ауырғанмен бірдей, бала ауырса басқа емес, неге менің жаным ауырмады деп. Анау бар еді ғой, күйің ауырмасын, сосын балаң ауырмасын деген, сондай болып тұр ғой. Біз ауырсақ қасқа ауырсып тұрсақ та сүріншек деп тұрып тамақ істеп, сүрініп жүріп, солардың жағдайын жасауға тырысамыз. Әйелдер-ай, 40 жаны бар деген осы шығар. Менде көбіне Инстаграм болсын, Ютуб болсын, басқасы болсын, менде көбіне қойылатын сұрақтар: сіз иммунизацияға өттіңіз ба дейді. Жоқ, әлі өткен жоқпын, әлі сағатым жиналған жоқ. Егерде уақыт әлі бар, сондықтан мені кішкене қолдап жіберіп, лайктарыңызды басып жіберсеңіздер, комментарийларыңызды жазып жіберіңіздер. Сіздерге ылғи айтам ғой, маған сіздерден кішкене тек қана көмек, лайктарыңызды басып, мені кішкене қолдап жіберсеңіздер. Ал сіздерден қолдау күтемін.